Бүгін біз сіздермен өте дәмді және жұп-жұмсақ болып шығатын үй жағдайындағы пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін табағымызды алып, бір кружка жылы суымызды құямыз. Одан кейін бетіне бір қасық дрожжімізді саламыз. Және бір қасық қантымызды саламыз. Жарты қасықтай тұз. Және 3 қасықтай, үлкен қасықпен 3 қасық су майымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Бір араластырып алғаннан кейін жайлап ұнымызды саламыз. Басында осылай венчикпен араластырасыздар, одан кейін ақырындап қолдарыңызбен біріктіресіздер. Дайын болған қамырымызды кішкене салафанмен орап, жылы жерге қойып қоясыздар. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді әдемі пицца дайындаймыз. Қамырымызды табағымызға жайып алып, бетіне майонезімізді, кетчупымызды салып, жақсылап біркелкі қылып орналастырамыз. Орналастырып болғаннан кейін осындай сосискаларымызды қойып шығамыз. Колбаса болса, колбаса да қоя бересіздер. Одан кейін бетіне осындай помидорымызды, яғни қызанағымызды қойып шығамыз. Содан кейін қызып тұрған пеште пісіріп аласыздар. Мінекей достар, біздің пиццамыз дайын болды. Барлығыңызға ас болсын. Маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.